Путин Тоқаевтың Украинадағы соғысты мұздату ұсынысына ақыры тікелей болмаса да жауап берді. Оның кейінгі 2 күндегі айтқан мәлімдемелері Кремльдің соғысты тоқтатуға ешқандай ниеті жоқ екенін көрсетті. Қазақстан президенті Тоқаев омбыдағы кездесуде Ресей президенті Путинге Украинадағы соғысты уақытша тоқтатып, келіссөздерді қайта жандандыру ұсынған. Яғни шартты түрде Стамбул 2 форматына өту нұсқасын айтқан. Алайда арада 2 күн өткенде Путиннің мәлімдемелері Кремль шын мәнінде соғысты тоқтатуға емес, оны ұзақ мерзімді соғысқа айналдыру жолын қарастырып жатқанын көрсетті. Ең көп талқыланған сөзі мынау болды. Путиннің айтуынша біреу оған құлағына "біз жеңеміз, бұдан да батыл болу керек" деп сыбырлаған. Ал ол оған тағы да батылырақ па? "Біз бәрібір алдымызға қойған мақсаттарға жетеміз" деп жауап берген. Бұл сөз Кремльдің Украинадағы әскери мақсаттарына бас тартпайтынын тағы бір мәрте көрсетті. Бұдан бөлек Путин Ресей мемлекеттік думасы алдағы 3 жылдық жоспарды әскери шығындарды ескере отырып әзірлейтінін айтты. Демек Ресей ұзақ соғыс сценарийіне дайындалып жатыр деген тұжырым жасауға негіз бар. Тағы бір даулы мәлімдемесінде Путин Кеңес одағының басшысы Йосиф Сталин Украинаға қазіргі батыс өңірлерін сыйға тартқан деп айтты. Оның сөзінше, уақыт өте келе Украина өз аумақтарының бәрінен айырылуы мүмкін. Ал әлеуметтік желілерде тараған сөзі мүлдем басқа болды. Путин әзіл аралас, егер әскери операция аяқталса, онда не істейміз деп әзілдеді. Бұл сөйлем көпшілікке жай қалжың болып көрінгенімен, саяси тұрғыда мүлде басқа сигнал беріп тұрғандай. Яғни Кремль әзірге соғыстың аяқталуына емес, оның жалғасуына дайын екенін байқатты. Енді бір қызық цифр: тәуелсіз зерттеулерге сәйкес Ресей Украинадағы соғысқа осы уақытқа дейін шамамен 530 миллиард доллар жұмсаған. Бұл ақшаға 23 мың мектеп салуға, 40 миллион студенттің университеттегі оқу ақысын төлеуге, немесе 40 жыл бойы ғылымды қаржыландыруға болар еді. Тіпті Ресейге 2042 жылға дейін қажет болатын барлық жаңа электр станцияларын салуға, немесе елдегі коммуналдық инфрақұрылымды 9 рет толық жаңартуға жететін қаржы. Сондықтан дәл қазір Кремльдің басты мақсаты соғысты уақытша тоқтату емес, оны мақсаттарына жетпейінше аяқтамау болып отырғанына көзімізді жеткіздік. Бұл туралы сіз не ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз.